Жылы жүрек жомарт қол демекші, осыдан 20 жыл бұрын киелі Ақкөл жайылма жерінде бой көтерген Исабек Ишан атындағы мешітке ауыл тұрғындары қайта күрделі жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оған осы ауылдың 1992 жылы туылған азаматтары мұрындық болған. Үлкен бір игі іс-шара жүргізіп жатыр. Оған да бастау себепкер болған ауылымыздың 92 жылғы жастарының бастауымен Асқар Әсет бауырымыз ұйымдастырып міне жастардан қаражат жинап міне бүкіл бір жұмыстарын бастады. Осы іс бастар алдында Барлыбай ағамыз жанұясымен, Жақсыбергенов Совет ағамыз, жылу жүйесі водонагреватель Шыңғыс, Қарауға ауылынан Сейіт Баттал, Сергазин Сағындық бауырымыз, Алмас бауырымыз Балғожин өз үлестерін қосып осы қаражаттарын жіберді. Демеуші болған жастардың ісін он көрген ауыл азаматтары жатпай тұрмай қолқабыс жасауда. Мешіттің іші сырты қалпына келтіріліп, жаңа өн кіре бастаған. Заманауи материалдармен жаңартылып жатқан мешіт іші бұрынғыдан да ажарлана түскен. Айта кету керек, бірнеше кабинетпен оқу залы, намаз оқитын кең зал мен жуынатын бөлмелер жаңаша сипатта безендіріле түскен. Сонымен қоса елімізден әр жылдан бір 65, 68, 71, 74, 75, 76, 77, 79-дан бастап 95 жылғы жастарға дейін бәрі ұйымдастырып, қаражат жинап, міне мектептің сырты іші жөндеу жұмыстарын қарғып заманауына сәйкес қылып, міне жөндеу жұмыстарын көріп өткен жөндеу жұмыстарын жүргізді. Баршаңызға еліміздің атынан Алла ризасы, игі істеріңізді Алла қабыл етіп, ризашылығымыз деп рахметімізді айтамыз. Ауылға ажар беріп қана қоймай, тұрғындарды иманға ұйытып, Аллаға құлшылық жасайтын жамағаттың басын сәждеге тигізер Ақорданың күрделі жөндеу жұмыстары кейінгі ұрпаққа сабақ болар анық. Жалпы бұл жақсы ізгі шара, сүйікті пайғамбарым Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады: бұл дүниеде бәрі нәрсе қалушы, тек қана садақату жария дейді. Яғни ол Алла жолында осындай мешіттерді құрып, және де осы мешіттерді қол үшін беріп атқандарға баршасына рахметімізді айтамыз. Алла тағала бұл кісілерден разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Роза Лякбарова, Ризабек Жакупов, арнайы жаңалықтар үшін.